Мәлімет типтері, типы данных, data type. Мәліметтер типтері қабылдай алатын мәндерінің және олармен орындауға болатын амалдардың жиынын анықтау. Яғни тип дегеніміз шамалардың қабылдайтын мәндеріне берілетін сипаттама. Типтері 7 түрге бөлінеді. Біріншісі бүтін сан, integer деп сипатталады. Мысалы 1, 150, 500 кез келген бүтін сан. Екінші нақты сан, float деп сипатталады. Мысалы 2,5, 5,8 нақты сандар. Үшінші жолдар, string, мысалы hello, hey, 100. Тізімдер, list, мысалы 5, hey, 10,5, яғни тізім бойынша берілетін болады. Сөздіктер, dictionary, мысалы hello, сәлем, яғни рет-ретімен сөздіктер берілетін болады. Cartridge, tuple, объектілердің өзгермейтін реттілігі. Бұл жерде тізімдер сияқты өзгеріс енгізе алмайсыз, рет-ретімен тұратын болады. Логикалық тип, boolean, мысалы true, false, яғни ақиқат және жалған. Сандар типіне тоқталайық. Файзында сандық мәлімет типтерінің мынандай түрлері бар. Integer, int, бүтін сан. Float, нақты сан. Жылжымалы нүктелі, яғни минус 0,2, 0,100-3 деген сияқты және тағы басқа мысалдарды келтіруге болады. Python программалау тіліндегі сандық мәліметтер типтерімен таныстырып өтетін болсам, int, яғни integer, бұл бүтін сан, яғни 23. Келесі float, бұл нақты сан, жылжымалы нүктелі, мысалы 0,2, 2,5 деген сияқты. Келесі бізде print, яғни екеуінің де нәтижесін экранға шығару. Запуске береміз. Окей батырмасын басып, сақтаймыз. Запуске бізде нәтижесі шықты. Яғни int дегеніміз бүтін сан 23, және float нақты сан 22,7. Жолдар типі string. Python тілінде тырнақшалар арасындағы сөздер немесе сандар жолдармен жұмыс жасауға негіз бола алады. Тырнақша ішіндегі сөздерінің бірінші жолынан бастап соңғы жолына дейін немесе әр символын тік жақша және тік жақшаның ішіндегі қос нүкте таңбаларын пайдаланып, қиып алып, қосымша жолдар жасауға болады. Сондай-ақ басталғанға дейін соңғы таңба үшін -1-ден кері индекстеуді, яғни тырнақша ішіндегі символдарды кері жазуды қолдана аласыңдар. Жолдар үшін қосу операторы екі жолды қосады. Жұлдызша жолдарды қайталайды. Түсіндіріп өтетін болсам, Python программасында str функциясы бұл жолдармен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Яғни бізде сәлем Python біздің жолымыздағы негізгі мәлімет болып табылады. Енді запуске беріп, осы жерде нәтижесімен толықтай түсіндіріп өтейін. Нәтижесі шықты, енді сіздерге түсіндірейін. Print str 014, яғни тік жақшаның ішінде жазылған сандар, қаншалықты қандай сан жазамыз қос нүктеге алып, сол сандар біздің нәтижемізді көрсететін болады. 0-14 аралығында тік жақшада жазылған мәлімет, яғни сәлем Python деген 14 символдан тұрады. Сондықтан барлық жолды шығаратын. Бізде бірінші жолда сәлем Python сөзі толықтай шығып тұр. Келесі тік жақшаның ішінде 0 саны тұр, бұл бірінші символды шығарады. Бізде бірінші символ С әрпі. Одан кейін 0,2, яғни екі әрпі бірінші және екінші символды экранға шығарады. Сә деген сөз шықты. Үшінші 0 мен 3 санын алып тұрық тік жақшады жол. Бұл жер кезде 1 және 2 үшінші символдарды шығарады, яғни бізде нәтиже сәл деген сөз шықты. Одан кейін -1 деген ең соңғы символды шығарады. Ең соңғы символ бізде леп белгісі. Одан кейін алдына қос нүкте қойылып 2 деген санды жазған кезде әр екінші символды шығарып отырады. Яғни алдына 2 қос нүкте қою дегеніміз қанша сан береміз, мына жерде мән 3 болса, яғни әр үшінші символды шығарып отырады. Немесе 5 қойсақ, әр 5-ші символды көрсетіп отырады. Бізде әр екінші символды көрсеткенде нәтижесінде S, L, M, I, H, N көрсетіпті. Одан кейін
екі қос нүкте және минус бірді тік жақшаның ішіне алып жазған болса, жолды кері оқиды. Яғни артынан бастап оқиды. Міне көз алдарыңызда көрініп тұр. Сәлем Python деген сөзді леп белгісінен бастап керісінше жазып көрсетті. Одан кейін 7, содан кейін қос нүкте қойылатын болса, 7 символдан жолдың соңына дейін оқиды. Яғни мынау қос нүктені екі санның аралығында қойсақ, онда сол аралықты оқитын болса, қос нүктені саннан кейін қойсақ, онда сол, яғни 7-ші символдан кейін жолдың соңына дейін оқиды. Ал егер мына жерде 5 болса, онда 5-ші символдан кейін оқиды. 7-ші символдан кейін соңында оқыған кезде, яғни Python деген сөздің өзі қалып тұр. Одан кейін тік жақшаның ішіне минус 1-ді қойып, және көбейту 8-ді алсақ, онда соңғы символды 8 рет қайталайды. Яғни соңғы символымыз бізде леп белгісі, соны 8 рет қайталап тұр. Ең соңында мен, яғни str-ға, ең бірінші басында str сәлем Python болса, плюс соған мен 6-шы сыныпта оқимын деген болса, жаңа жолды жазады. Яғни сәлем Python, мен, сәлем Python, мен 6-шы сыныпта оқимын деген нәтижесін көріп отырмыз. Тізімдер. Pythonдағы тізімдер құрамдас мәліметтердің ең әмбебап түрі. Тізім тік жақша арасында үтірмен бөлінген элементтерден тұрады. Бір ерекшелігі, бір тізімдегі элементтерде әртүрлі мәліметтер типтері болуы мүмкін. Нөлден соңына дейін қию операторын және индекстерді қолдана отырып, тізімде сақталған элементтерге жолдардағы сияқты қол жеткізе аласыңдар. Дәл жолдағы сияқты қосу операторы екі жолды бірге қосады. Жұлдызша жолдарды қайталайды. Бізде тізімдер құрастырылған. Бірінші тізімде есімдер және сандар берілген. Екінші тізімде сандар және есімдер берілген. Осы берілген есепті запуске берейік. Бірінші сақтап аламыз. Сақтап алғаннан кейін міне нәтижесі көз алдымызда пайда болды. Бізде MyList бұл біздің атауымыз, яғни ерке және 786 3,14, азат 70-2. Екінші тізімде second list, екінші тізім деген сөз, атау MyList, менің листім, яғни менің тізімім. Екінші тізім 123 алмас. Енді тоқтайық. Print, яғни шығару керек MyList'тен, бірінші тізімнен, бірінші тізімді шығар деп тұр. Міне бірінші тізім бізде полностью шығып тұр. Енді екінші бізде шығару керек print MyList 0, яғни бірінші тізімдегі бірінші элементті, MyList тізіміндегі бірінші элементті шығар деп тұр. Тік жақшаның ішіне 0-ді қойғаны бірінші элемент. Бізде бірінші элемент ерке деген сөз. Print MyList 1-3, яғни тізімдегі екінші элементтен үшінші элементке дейін шығарады. Екінші элемент пен үшінші элемент, міне бізде көз алдарыңызда көріп отырғандай 786 мен 314-ті шығарып көрсетті. Одан кейін print MyList 2 қос нүкте, яғни тізімдегі үшінші элементтен соңғы элементке дейін шығарады. Үшінші элементіміз 3,14-тен соңғы 70,2-ке шейін шығарады. Міне нәтижесі дәл солай көрініп тұр. Келесі print second list көбейту 2, яғни second list'тегі сөзді 2 рет шығар деп тұр. Екінші тізімдегі, яғни 2 рет қайталап шығару қажет. Яғни 123 алмас деген сөзді бізде 2 қайтарап көрсетіп тұр. Одан кейін соңғы жолда print MyList плюс second list, яғни MyList'тегі сөзбен second list, яғни екінші тізімдегі сөзді қосып бір жолға шығарып бер деп тұр. Екі тізімді бірге шығарып бер деп тұр. Міне көз алдарыңызда нәтижесі.